Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі қара тігу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Кісі өлген үйді бір сөзбен қаралы үй деп те айтады. Өлік үстіне тіккен ақ үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен әкеп қара тікті. Сүйіндік жас кісі өлсе туы қызыл болатынын, кәрі кісі өлсе ақ болатынын айтып келді де, өжейдің орта жасты кісінің туы бір жағы ақ, бір жағы қызыл болу керек дегенді айтқан Мұхтар Әуезов. Елін қара жамылып жесір қалды, балаларын жетімдейді. Қара тігілген үйді көргендер ол үйге соғып дұға жасап өтеді. Мұнда үй кісі күтуге де дайын отырады. Жыл бойы жоқтау айтылады. Бұл халықтық рәсім марқұм болған кісінің жылы өтіп асы берілгенге дейін жалғасады. Жыл толған соң тұл аудару, қаралы теңді бұзу, қара жығу сияқты дет ғұрыптар жасалады. Қайтыс болған кісінің құдасы, нағашылы, жиені, жақын жуығы, жекжат, жұрағаты, сыйластары, ауылдастары оның отбасын үйіне арнайы шақырып дім береді. Көңіл білдіріп қол ұшын созады. Бата жасап көңіл айтушылар келетін болса, олармен бірге болып, қаралы үйдің шаруасына араласып көмек көрсетеді.